Баршаңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай пиццериядағыдай өте жұмсақ, жұқа пиццаның рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін, және видеоны қарамас бұрын менің арнама тіркеліп алыңыздар. Ең алдымен жылы суымызға дрожжымызды салып араластырып аламыз. Үстіне қантымызды қосамыз. Тұзымызды, сұйық майымызды қосып араластырамыз. Енді үстіне електен өткізілген ұнымызды салып, бастапқыда қасықпен немесе вилкамен, венчикпен араластырсаңыздар болады. Одан кейін қолымызбен жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қамыр бізде қатты болмау керек, жұмсақ етіп илейсіздер. Илеп болғаннан кейін 1 сағатқа қойып қоясыздар, көтерілгенше. Енді пиццамыздың үстіне начинкамызды дайындаймыз. Мен колбаса мен сырды қолдандым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша басқада тағы қоссаңыздар болады. Фаршпен, тауық етімен, болгар бұрышымен, сол сияқты өз қалауларыңыз бойынша үйде не бар, соны қоссаңыздар болады. Біздің қамырымыз көтеріліп дайын болды. Бұл рецептпен жасасаңыздар, бізде кішкентай 3 пицца шығады, немесе үлкен 2 пицца шығады. Достар, бізде қамыр осындай жұмсақ болу керек. Қолымызды майлап, осылай 3 бөлікке бөліп аламыз. Менде осындай 2 форма, 4 бұрышты және дөңгелек болды. Әсел пештің формасы, соған жасадым. Алдымен осылай қамырларымызды жайып, тағы да кішкене уақытқа қойып қойсаңыздар, ол көтеріледі кішкене. Үстін осылай шанышқымен тесіп шығасыздар. Одан кейін беті кішкене қатайғанша пешке салып аласыздар. Толықтай пісірмейсіздер, достар. Тек беті кішкене қатайып, қатты болып, ағарып тұру керек. Бірақ енді қызара бастағанда аласыздар пештен. Екінші қамырды да жайып қойып қойдым. Екінші тестамды да көтеріліп тұра беру үшін. Обязательно шанышқымен осылай тесіп алыңыздар. Біздің тестамыз да дайын болып қалды же. Оған дейін кетчуп пен майонезді араластырып қоямыз, қамырымыздың үстіне жағу үшін. Екеуін осылай араластырып аласыздар. Біздің қамырымыз енді көтеріле бастағанда осылай ағарып, бірақ қызармау керек. Осы кезде пештен алып, үстіне кетчуп пен майонезімізді жағып аламыз. Жағып алдық. Енді сырымыздың бір бөлігін астына жаямыз. Астына сеуіп шығамыз. Үстіне колбасамызды қойып, үстіне қайтадан сырымызды сеуіп шығамыз. Енді қайтадан пешімізге салып аламыз. Сыр кішкене еріп, піскенше пешке қайтадан саласыздар. Өте тез піседі пицца, достар. Міне, біздің бір пиццамыз уже пісіп қалды. Осындай жұмсақ болып шығады. Екінші қамырымызды да осылай пешке салып аласыздар. Енді қызара бастағанда пештен алып, тоже кетчуп майонездеріңізді жағып, колбасаны сеуіп, үстіне сырымызды сеуіп, сырымыз еріп, колбасамыз піскенше тағы да пешке салып аласыздар. 5-10 минутта тез пісіп қалады. Менде пеш 150 градуста, өйткені менің пешім қатты қызады.
сіздер 180 градуста пісірсеңіздер болады. Міне біздің пиццаларымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Және де видео ұнаса лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және менің арнама тіркеліп алыңыздар. Алда осындай көптеген рецепттер шығатын болады.